Ya. Жарайды. Жоқ, көшкен жоқпыз. Жақсы. Кезінде жақсы ішкен ғой деймін да. О, жеңгем келді ғой. Қайдасың? Bir шаруалармен су бер, шөлеп өлдім бар ғой. Ойбай, түйе құсап не болды? Қарауылдан кел жатсың. Тұра тұршы. Bir керемет жаңалығым бар. Мантыға крупный заказ алдым. Ого, сонда қанша? 200? 300? Жоқ. 500? Жоқ. 600. Жоқ деймін. Мыңның әңгімесін айтып отыр. Дұрыс айтасың. Бірақ 2000. Ойбай, 2000 манты. Оның бәрін кім жейді? Ден көруді болайын деп отыр ма? Соны айтамын. Қарлығаш апай, қашанға дайын болу керек? Ертең түскі 12-ге дейін дайын болу керек. Қиын түгі де жоқ. Бәріміз жабылып түйіп тастаймыз, қорықпаңдар. 2000 манты дейсіз бе? Жоқ, тоғда 2000 сонда әрқайсымызға қаншадан түйу керек? Қымбат, есептеп жіберші, сен телефоның жаңа ғой. Иә, есептеші. 2000 манты. Алтауымызға бөлгенде 333 мантыдан келеді екен. Түгіміз қай? 330? Елді 5-ке бөліп қойшы. 5. Бақытжан. Сен отағасы ретінде қолдайма десем қашып отырсың ғой? Ей, көз қорқақ қол батыр дейді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қардың тіленбейді дейді. Түйсек түйе салайықшы жабылыпсың. Түйіптер, көмектесші жіберейік. Жаным, сен менің өмірлік жарым болуға келсесің бе? Иә, келсем жаным. Ух ты, анан қара. Иә. Эх, жұрттар бақытты әйтеуір. Сөз салса я дей салады, сыйлық жасап әуреленбейді, келісім беріп жатыр. Біздікі тұра қашады. Жаным, енді айттым ғой, оның бір себебі бар деп. Мен әлі дайын емеспін. Қашан дайын боласың сонда? Уақыты келгенде бір белгісін берем. Белгі? Иә. Жоқ, мен ол белгіні қалай түсінемін, қалай байқаймын? Уайымдама, сен түсінетіндей етіп білдірем. Жоқ, базар жоқ, әдемі қызсың, ұнатамын. Бірақ андай машақаты көп қызсың ғой. Қойшы, тоқта. Алло, апа? Мен қалада қыздармен серуендеп жүргем. Неге? Мен жаңа ғана шықтым ғой. Жақсы, қаз барам. Жаным, ренжімеш, үйге қайтуым керек. Не болды? Білмеймін, апам тез кел деп жатыр. Жарайдан шығарып салайын жүр. Жүр. Апа алып кетіп берейін бе? Тұр. 8, 16, 24, 28. Ала бер. 28. О, Алтынай келді. Қайда жүрсің? Тез қолың жуда, жұмысқа кіріс, манты түшеміз. Тағы да манты ма? Сөйтіп анау повороттан шыға салған кезде гаи ұстап алады ғой. Ё-майо. 1 грамм құжат жоқ. Машина біреудің атында.
таңғы сағат 4 өзіңіз ойлашы, кімге звондаймын? Сөйтіп ана гаи екеу болады ғой. Бір напарнигін бері қарай шақырып алдым да, ақырындап әңгімеге тарттым. Айтам да, жалынып жатырмын ғой оған. Братан, осы кешіре салшы. Ол анау тарихта мен енді ауданда ылғи орын алып жүрдім ғой. Ол орыстардың ғана европалықтардың тілдері кемегеннен кейін тарихшылардың Темучин деп жазылып кеткен да. Соны Темучин болып кеткен. Әйтпесе темірші ғой негізі. Содан негізі темірдей мықты болсын деп қойғанда кейін ана айтыпты ғой, көрші ауылдың ана тарихшы кім еді атына? Сәбен аға, Сәбет қайда айтып отырсың ба? Соғыс айтыпты ғой. Мына Бақытжан менің оқушым болған кезде ол Қазақстандағы ең тарихқа өзім дайындайтын едім деп ше. Сөйтіп ылғи айтады. Ол кезде қиын заман. Ешкімде ақша жоқ. Содан мамам екеуміз пойызға шығып манты сатамыз екі жақтап. Бір күні манты сатып жүрсем, пойыз жүріп кеткен ғой. Мамам секір деп айғайлайды. Мен қалай секірем? Пойыз деген жүріп баратыр қатты. Секірейін десем қорқам. Ана жақта мамам айғайлап жатыр. Ана проводник айтады, маған отыр секірмей өлесің дейді. Бір кезде бар ғой, жүгіріп бардым да секірдім ғой. Ана қолымда сумка болған, манты толған ғой, кастрюль ғой, сумка емес, сумка деппін ғой. Кастрюль қалды. Бір жақта кастрюль, бір жақта. Содан досымның зарядкасы отырып қалған ғой. Анау деген досым, пожалуйста, зарядка берші деп қоймай қойды. Мына жақта сіздер қаңқылдап отырсыздар. Қай жаққа барарымды білмей қалдым ғой. Не үйге барам, не досыма көмектесем. Сөйтіп үйге кірдім да, бір амалын таппайым ба? Анау зарядкасын алып шығып бердім енді. Жылап қоймай қойған соң. Содан кейін артына мамаша ұрысып берді ғой. Неменеге біреудің неменеге зарядка бересің бір балаға деп. Сосын айттым мен, мама досым ғой, не істеймін, мен жылап отыр. Зарядкасы жоқ екен. Сосын барып, сөйтіп подарить етті. Болмайды. Берді. Жоқ, сіз ғой ұрысып қайта. Менің түсінгенім бар ғой, манты дегенің фарш пен әңгіменің жау екен ғой. Айтатын әңгімеде қалмады. Шаршадыңдар ма? Тағы қанша болды? Әдемі. Неше өтейді ғой уже? Біраз бар. Мен санап отырған жоқпын ба? Жақында қалды. Саным шатасып кеттік. Қарлығаш? Ой, сен ұйықтап қалғансың ба? Сағат қанша болды? Сағатың 9-дан кетті. Ойбой, мен көзім ілініп кетті ғой. Міне ақшаңыз, санап алыңыз. Сенем ғой сізге. Рахмет көп. Сізге рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ата, бұрынғы заманда қазақтар жүзім жеген ба? Ая, бұрынғы заманда қазақтар жүзім жеген. Ата, сіз айтқан едіңіз ғой, қазақтар тек ет жеген деп. Жоқ, етті де жеген, жүзімді де жеген. Сонда екеуін аластырып жеген ба? Ой, Мәкөнай, сенде сұрағың бітпей кетеді. Мәкөнай! Атаң екеуің жүзім жеп отырсыңдар ба? Я, дәмді екен. Жаным сол. Мен саған бар ғой, футболка алып келдім. Кеп көрші. О, қазір. Хай, Қарлығаш, сен де анамырау ыңғайын білмейсің кей нәрсені. Не болып қалды? Ана кофтың дұрыс қой алған. Бірақ енді кешке асықпай, әке-шешесінің көзінше бірақ кигізбедің. Қойшы Бақытжан, атап беретіндей тай мінгізіп жатқан жоқпын ғой? Мәселе ол кішкентай үлкен нәрсе емес қой. Ол ұпайың жинап былай саясат қой ол.
ой қойшы, менен саясаткер шықпайды. О, құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Ой, жарығым, игілігіңе де. Мәкөне, сен былай істе. Бұлға баласын қазір шешіп қой да, кешке әкесішен келеді ғой. Сол жерде киіп көрсет мамаңа, я? Жүр. Бәке, сен бе? Не істеп жүрсің? Бағанағы мантының есебі дұрыс болды ма деп есептеп жатқаным ғой. Соны айтам, қалай болып жатыр бұлай өзі? Жаман емес, не ғой? Бір мантыны 80 теңгеден алып отыр ғой, 160 мың теңге берді. Соның анау-мынауға кеткені бар, соны есептеп жатырмын, қанша кетті екен деп. Ой, 2000 мантың 160 мың теңге бола ма екен? Жақсы ғой. Иә, жақсы. Бағанағы мейрамханадағы қыз ғой, неге звондап жатыр екен? Алло, Сая? Иә, үйдемін. Қазір ма? Жарайды. Не дейді? Мейрамханаға жылдам келіп кете аласыз ба дейді. Бірдеңе болып қалған жоқ па екен, Кеше мантыларынан бірі уланып қалмады ма әйтеуір? Қойшы құрсын, қайдағын айтпаш. Кім біледі? Қой, мен барып келейін онда. Білген тоқта, сен ақшаны тастап кет. Айтасың ғой бірдеме десе, пәтерге төледім анау ақша жоқ десең шоқшын. Сөйтейін онда. Қой, жылдан ғана барып келе салайын. Не болып қалды екен? Көп күттіріп қойдың ба? Жоқ. Сіздің есіміз Қарлыға ма? Қарлығаш. Қарлығаш. Бірден іске көшейік. Кешегі мантыңыздың дәм татқандардың бәрі? Жоқ, мен өткізгенде свежий болған. Біз өзіміз де жедік, ешкім ауырған жоқ. Причем тут свежий, не свежий. Бәріне ұнады деп айтайын деп едім. Ұнады ма бәріне? Енді домашний ғой. Сізге ұсынысым бар, сол үшін сізді шақырдым. Айтыңыз. Әке, жиналысты бастай бермейсіз ба? Жиналысты мен ашып отырған жоқ. Шешелерің ғой жинап отырған. Үйде бастық ауысып кеткен ба? Не сөз сол? Қарлығаш өзі жиналыс ашайын деді. Айта бермейсің. Ал, жарайды онда. Құрметті жанұя, құрметті отбасы мүшелері. Енді өздерің білесіңдер, менің Алматыда сендерден басқа жақын ешкімім жоқ. Ең жақын өздеріңсіңдер. Енді мынау қиыншылықта да, қуанышта да жанымнан табылып жүрсіңдер. Көшсек те қонсақ та әйтеуір жаныма демеу болып, медеу болып бір-бірімізге жүрміз ғой. Шыны керек, негізі мен бақыттымын. Шыны керек бар ғой, бақыттымын. Сен не айтып кеттің өзі? Мантының әңгімесі емес пе? Иә, сол ғой мантының әңгімесі ғой. Ой, бір басқа нәрсе айта ма десем? Жоқ. Бұл жолы кешегіден де крупный заказ алдым. Ана мейрамханадағылар аптасында 4000 манты жеткізе аласыз ба деп отыр. Ой, апа, кеше 2000 мантын өзіне өліп қала жаздадық қой. Соны айтам сен. Сен енді қатты құныға бермесең, сен көрдің ғой кеше. Жоқ, жеңеше. Бұлай арасында көмектесуге болады. Бірақ енді аптасына тұрақты түрде 2 рет мен манты түйіп бұл жерде отыра алмаймын. Мен өзімнің жұмысым бар деген сияқты. Ренжімеңіз. Қарлығаш апай, білесіз ғой, мен жұмыс дегеннен мүлдем қашпаймын. Просто осы аптаға көп тапсырыс алып қойып едім. Салонда да жұмыстар өте көп. Ренжімеңізші, көмектесе алмаймын.
4000 манты деген сұмдық енді. Соны айтам, үстім бәрі манты сасып кетті. Апа, мен сізге көмектесемін. Ой, жарығым. Ең ақыл көп сен ғой біздің үйдегі. Анау жарайды енді Ержан мен қымбаттың енді жұмысы бар, оларға ренжуге болмайды. Мынау жалғас пен Алтынайға не жоқ? Өңшең арам тамақтар. Ой, мен анау аккумуляторды зарядтайын деп ұмытып кеттім ба. Кеше де қота алмай, ит қылып еді тұра. Салқында не қылып отырсыңдар? Апам, үйде ойнамаңдар, далада ойнаңдар деп қуып жіберді. Қуып жіберді? Апаң қуайын деді ме не? Үйде адам көп, жағаласпай, топырламай далаға шығыңдар деп айтты бізге. Олар кімдер? Қазіргі еркектен бәрі сақталып кеткен. Айлығын алған кезде тапқан 60 мың әлдағандай қылып 3 күн сінеді. Кезінде әпкем айтқан еді. Тасташ осы ақсағыңды деп. Балалардың әкесі ғой деп, ақмақ басын көніп жүре беріппін. Күйеуіңіз шетінбеді? Жоқ, ішпейді. Ай, бір жүрген ез ғой. Күйеуім деп айтуға ұяламын. Мен негізі бұндай жалғанға жұмыс істемеймін. Просто ене мазасыз адамда. Үйде отырсам, миымды аштып жібереді ғой. Содан қашқанның амалы ғой. Саған қанша төлеймін деп айтты? Бір күнге 10 мың дейді. Маған да солай деп айтқан, иә. Осында келіншектің бай бар ма? Бар шығар, ана суреті тұр ғой. Кәрі көрінеді екен өзі? Енді өмірдің өзі сондай ғой. Бір жағын жеткізіп берсе, бір жағын жеткізбей береді. Шынымды айтсам, мен деген бұндай байға тимес едім деп. Ой, сәлеметсіз бе? Бәке, келдің бе? Қарлығаш, мына кісілерің кім? Мантыты үйге шақырғанмын. Бір күндік жұмыс істейтін әйелдер. Үйге қарай. Қазір аға. Қыз екен ол кісіде. Тамағының бәрі дайын. Не, мен болмасам үйде аштан өлесіңдер ма? Жылтып бер сол тамақты. Тамақтың бәрі мені арқылап. Сәлеметсіз бе? Үйіңіз сондай әдемі екен, е? Келіншегіңіз екеуіңіз сондай керемет әдемі жүр екенсіздер. Апарып тастадың ма қыздарды? Ой, құрсын. Біреуі анау гресте тұрады екен, біреуі мына басында. Әр келген сайын балашаға далада жүре ме бейді? Жоқ енді. Бұлай болмайды. Ол ақша тапқан дұрыс, бірақ үйдің де берекесін ойлау керек қой. Ойбай, енді мен не істеп жатыр екен? Сол үйге кірсін, ақша келсін деп істеп жатқан жоқ болсын бәрін? Қарлығаш, ақша тапқан дұрыс, енді басқа да жүйелей білу керек қой, мен айтып отырған. Бұл қатындардың ақша төлейді өкінсің, анау әкесі жүрішканың мен қағазыңды. Әкесі жүр. Міне,
мынаны жаздым дұрыс. Енді қара қарлығаш. Аптасына 4000 мант. Иә. Айына болады 16000 манты, дұрыс па? Дұрыс. Бір мантың 80 теңгеден. 80 мантын көбейткенде 16000-ға 1.280.000 теңге болады екен. Жаман емес енді. Жаман емес. Ал шығыныңды есептедік 420.000 болды. Дұрыс па? Енді бәрі қазір қымбат қой, кейде одан да көп шығып кетеді. Дұрыс қой енді. Енді мына айындары қаншадан төлейсің айына? 80.000 теңгеден ғой әрқайсысына. 80.000-нан үшеуіне төлейсің, болады 240.000, дұрыс па? Дұрыс. Мынау 420.000 шығының бар. 660.000. Ана 1.280.000-дан алғанда неке 620.000 қалады. Осының 620.000 100.000-ына бір жерде арендаға алсаң, сол жерде манты түйсең, жұмысыңда жүреді, үйде де тыныш қой. Иә, солай істеуге болады екен ғой, неге болмайды енді, аржанда 520.000 сенің тақияңа тар келе ме? Үйінде береке, жұмысың жүріп жатыр, одан артын керек. Сен дұрыс айтасың, бәке. Сенің басың бар ғой, компьютер ғой, мынау тұнып тұрған. Енді компьютер ғой, тәжірибе ғой, өмірлік тәжірибе бұның бар. Бірақ бар ғой, мына иелерді алмау керек сияқты, орнына басқа алу керек. Жай істейді, түн болып кетті ғой, қараш. Болмайды мұнайларың. Бағана жұмысынан сөзі көп, онысы мына қатының креске жеткізгенше мәшинеше 4 рет демек шекті. Қойшы дедім, мен демедім енді.